перзенттер атты әдеби алаңға қош келдіңіздер. Әрқашанда білім көптік етпеген, талапсыз жан мұратына жетпеген, сәлем берді қонақтарға дарынды, дос көңілден, адал айтпақ ниетпен деп, бүгінге келіп отырған қонақтар мен жас достарымызға сәттілік тілейміз. Олай болса достар, сіздерді Темірова Мәдинаның орындауында Құрманғазының күйі теріс қақпай күйімен қарсы аламыз. Алтын Сақа сайысындағы гран-при жеңімпаздары бүгін сіздердің алдарыңызға өз өнерлерін көрсетеді. Қандай? Ей, досым, лашығымды алып кел. Бәрібірде құтылмайсың, дейді. Дәузе лашығын тастайды да, алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарыға жүрек перзенті болыпты. 2020-2021 жылы республикалық балалар мен жасөспірімдердің кітап оқу жылын қолдау жылы аясына орай өткізілген авторлық ән байқауының жеңімпазы 5-ші З сынып оқушысы Бақтыбек Айзеренің орындауында бала балдырған әнші. Мектебімізде Smart Books деген инновациялық алаңға қош келдіңіздер. Бұл инновациялық алаңда ғажайып қаламның құдіретімен керемет ертегі оқи аламыз. Қазыналы қазақ үйдің құдіретіменен бұл жерде ән де, күй де, би де, балалар осындай үлкен керемет жұмыс жасап жатыр. Қазақ үй, оның ішінде 1135 шығарма бар. Абайдың қара сөздері, бесік жырлары, қазақ ертегілері. Электронды қазақ үйдің кітапшасы. Ол жақтағы өлеңдердің барлығын біз нөмірін теріп, осы киізден пультпен қоя аламыз. Кітаптарға байланысты қазақтың мың күйі деген кітап, қазақтың әдет ғұрып салт дәстүріне байланысты керемет осындай құралдарымыз бар. Енді келесі ойын сіздерді бұл бинго алаңына шақырамыз. Ойын өрге жетелейді деген балалар. Қандай ойын біз ойнайды? Бинго! Менің қоңырауым біткенде уже таратып алып алдық, молодец. Ал енді қалған шөлерің ойнаңдар да ойлап кетесіз. Енді қалған шөлің ойнайсың да? Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым. Ол не дейді саған? Бауырсақ. Ой, молодец. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің білім беру жетілдіру орталығының әдіскері Жанар Бақытжананы ортаға шақырамыз. Қайырлы күн әріптестер, қайырлы күн бүгінгі оқушылар, біздің оқырмандарымыз. Биылғы жыл алғашқы рет кітапхана, халықаралық деңгейде кітапхана күніне орай біздің осы Астана қаламызда, елордамызда алғашқы рет кітапхана апталығы жүргізіліп жатыр. Осы кітапхана апталығына орай әр мектептеріміз өздерінің
іс-шараларын жүргізіп жатыр. Сол іс-шараның біреуі бүгін әдеби алаң. Бүгінгі таңда кітапқа деген қызығушылықтарыңды, өздеріңнің кітап құмар екендеріңді көрсетіп, ертегіге қаншалықты жақын екендеріңді көрсетіп, бүгінгі көріністі қойып жатсыздар. Бүгінгі көріністі қойып жатқан балаларымызға, Аяз бидің ертегісін қойып жатқан балаларымызға көптен көп рахмет. Білімдерің шыңдай берсін. Кітапта оқыған кітаптарын көбейе берсін. Айсұлу Нұрбаевна, сізге рахмет. Осындай оқушыларыңыз көп болсын. Білім оқырмандарыңыз көп болсын. Кітапты күнде келіп сұрайтын. 5-ші сыныптың мектебімізде үйірме жұмыс жасайды, үйірме жетекшісі міне Алмагүл апайымыз ортамызда. Сынып жетекшілерге, осы қатысқан барлық оқушыларға мектеп әкімшілігі атынан рахмет айтамыз. Ақылы сабақ ертегілерінің бір алаңы бүгінне қазақ ертегілерінің біздің асыл мұрамыз атты талдауға келіп отырмыз. Ертегі дегеніміз балалар бұл өмірде кездесетін, кездеспейтін, ойдан шығарылған әңгімелердің қазақ ауыз әдебиетінің бүгінгі күнге дейінгі жеткен жанры. Кейіпкерді жанрды кейіпкер ретінде көрсеткен. Ол өте мақтаншақ, өзінің күшіне сенетін, сөзіне адал емес. Ал сосын әкесі айтып тұрған бұл құстың қалтасында үйге кимен көздейді. Содан кейін олар Мысқа деген бет қор сондай екенеді. Адам баласының ойында есінде ержеткенге еске сол жетістіктеріңіз көп болсын, сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Жанар Бабысанова, сізге көп рахмет осындай мектебімізге бұрылып келіп жатқаныңызға.